Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Политонның кезекті саны. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз масс-медиа туралы заң, цензура және журналистерге шабуыл деп аталады. Қонақтарымыз журналистер Есенгүл Кәпқызы, Жолдас Өрісбай және Асан Анарбай. Уақыт бөліп бағдарламамызға қатысқандарыңызға рахмет. Жақында осы ақпарат және қоғамдық даму министрлігі әзірлеген масс-медиа туралы заңды ведомствоаралық комиссия мақұлдады. Бұл заң енді журналистер арасында, әсіресе тәуелсіз журналистер арасында үлкен сынға ұшырады. Жалпы енді сіздер де осы заңмен таныстыңыздар, көрдіңіздер, оқыдыңыздар. Сіздер бұны қалай қабылдадыңыздар және қалай бағалайсыздар? Есенгүл апай, сізден бастайық. Жақсы, мен негізі бұл заңның жұмыс тобында бармын. Былтыр жылдың осы майға қарай ғой деймін талқылай бастадық. Содан онлайн талқылаудамыз. Әлі онлайн талқылап келе жатырмыз. Біріншіде бұл бақ туралы заң болған. Одан кейін осы күзде президент сайлауы өтті. Содан кейін біраз тоқтап тұрды да жаңа жылда қайталанды талқылау. Сол кезде біз оны масс-медиа туралы заң ретінде көрдік. Яғни алдыңғы заңнан өзгеріп кеткен. Бұрын енді бізде қолданыста 1999 жылдан бері қабылданған бақ туралы заң бар және телерадио бар. Ал мына масс-медиа туралы заң телерадио тарату деген нені қосып жіберген. Қосып жалпы масс-медиаларға қатысты заң ретінде қарастырамыз делінген. Одан кейін бұрынғы бақ туралы заң 26 баптан тұрса, мына масс-медиа туралы заң 78 баптан тұрады, яғни ұзарған біраз. Содан кейін бұл жерде енді масс-медиа туралы заң дегенде бұл жерде интернет платформаларды бөліп тастаған. Біз өйткені бірінші талқылаған кезде блогерлерге статус беруге қарсы болдық. Өйткені ол статус алу арқылы кейбір блогерлер тіпті ашық өздері жариялап отырды. Яғни статус бергенше мемлекеттік тапсырысқа қатысып тендер алғым келеді деп. Сондықтан бұл дұрыс емес екендігін айтып, біз оған қатты қарсы болғанбыз. Содан кейін ол кезде екі ортада министр ауысып кетті және жаңа келген министр жаңағы сондай шешім қабылдаған екен. Жақында ғана естеріңізде болса, бір топ осы медиа белсенділері, соның ішінде біздің мінбер журналистерді қолдау орталығы бар, жаңағы правовый медиа центр бар, әділ сөз бостандығын қорғау қоры бар, сосын факт-чек KZ бар, медианың өзін өзі реттеу комитеті бар, және тәуелсіз журналистер бар. Біз осы ведомство аралық комиссияның бұл заң жұмыс тобының мүшелерімен келіспей қабылдап жібергеніне наразы болып, пресс-конференциялар өткіздік Алматы мен Астанада бірдей уақытта. Осы кезде біздің негізгі айтқан мәселелеріміз болды. Ең бірінші мәселе бұл жалпы пресс-карт мәселесін. Өйткені заңда журналистерді аккредитациялауға байланысты әңгіме көтерілген кезде біз бірінші заңда оған қарсы болғанбыз. Аккредитацияның үстіне ол жөнінде қазір сұрақ болады, жаңағы пресс-карта. Жалпы сіздің ойыңызша жаңағы қазір қолданыстағы заң мен осы жаңа заңның бір қатты айырмашылығы жоқ. Бірақ жаңағы айырмашылығын айтып отырмын. Оған телерадио хабарларын тарату несін қосып жіберген бірінші. Екінші, қазір біздегі заңгерлер айтып отыр да, 99 жылдағы заңмен бұнда көп айырмашылық жоқ. Біз жаңа заң қабылдаймыз деп отырмыз, онда бұл заңды қабылдаудың қажеті қанша деген. Қазір біздің заңгерлер бұған не жасап жатыр? Бір талдау жасап жатыр. Жаңағы 99 жылғы заңмен осы қазіргі қабылданайын деп жатқан заңның арасында, заң жобасының арасында қандай айырмашылықтар бар? Біз сол салыстырмалы таблицаны күтіп отырмыз. Содан кейін бұл жайында нақты айтуға болады. Рахмет. Жолдас, сіздің ойыңызша, сіз қалай қабылдадыңыз жалпы заңды? Таныстыңыз, оқыдыңыз, көрдіңіз? Бұл әдеттегідей қоғамдық пікірді қалыптастыруға мейлінше биліктің араласқысы келетіні және медиа ресурстарды өз мүддесіне пайдаланудың соны тұрақты түрде заңмен бекітіп алып, соны жүргізудің бір әдісі деп қабылдауға болады. Бұл авторитарлы режимде бүкіл әлемде қолданылып жатқан процесс. Ол мысалға батыс Европа елдегі сондай бір
жүйені біз бейімдеменен, бірақ ол бейімдеген кезде өздеріне көбірек құзырет алып, мысалы Түркиядағы пресс-карта жүйесін алатын болсақ, тура солай өздеріне бейімдеп алу әрекеттері бар. Құзырет, мысалға біз авторитарлы режимде өмір сүргеннен кейін бізде мысалға тәуелсіз комитет деген, ол аты ғана тәуелсіз болмаса, ол тәуелсіз болмайды. Сондықтан бұл жерде ешқайда бұл заңды бекіткеннен сіз журналистика болмайды деп ойлаймын. Үнемі аяқтан шалып, үнемі ресми жиындарға кіргізбей қоятын моменттер көп болады деп ойлаймын. Бізде азаттықта үнемі онсыз да болып жатады. Енді дәл сол бір азаттыққа жасалатын тосқауылды бүкіл медиаға жасалуы мүмкін деп елестетсеңіздер, осы заң егер бекітіліп кетсе, тура солай болады деп тұр. Асан, сіз біліңізші? Бұл заң жобасы 99 жылғы бақ туралы заңнамаға аса бір айырмашылығы жоқ дегенмен де, сол ескі қазіргі қолданыстағы заңнамаға біз зәру болып қалатын жағдайымыз бар. Қазір ұсынылып отырған заң жобасына қарасақ, бұл сөзсіз билік өзі жиі риторикасында мойындап қайталайтын ескі Қазақстан, яғни 30 жылдықтағы автократияны, диктатураның бір сондай әбден жетіліп піскен тирания деңгейіне көтеруі мүмкін деп есептеймін өзім. Себебі ішінде ұсынылып отырған нормалары адекват, рационал ойлау жүйесіне мүлде қабыспайды, сыймайды. Сол себепті де журналистика қауымдастығындағы әріптестеріміз бұған өре түрегеліп наразылық танытып отыр. Бұл табиғи реакция деп ойлап есептеймін. Сондықтан менің бір ауыз сөзім, бұл заң жобасы өте қатерлі, тек журналистика саласына емес, барлық қоғам үшін өте қатерлі заң жобасы деп есептеймін. Жаңа есеңді апай айтып қалды, жалпы осы соңғы уақытта осы заң бойынша талқыланып жатқан кезде, осы заң талқыланған кезде ең басты мәселе жаңа пресс-карта жөнінде айтылды. Жалпы мен билік өкілдерінің өзі бұл журналистерге жасалған жеңілдік, жаңағы автотұраққа көлігіңді тегін қоясың, театрға, киноға тегін барасың дегендей уәждер айтты. Бірақ енді біздің ойымызша, менің ойымша да бұл бір цензураның, журналистерді бақылауда ұстаудың онсыз да аз әрең дегенде өмір сүріп жатқан тәуелсіз бақыты уысында ұстап отырудың амалы сияқты көрінеді маған. Жалпы енді халықаралық тәжірибеде осындай пресс-карта бар ма? Оны жыл сайын беру, оған тіпті бір талаптар қою, дипломы бар, диплом жоқ, немесе журналистерге бір привилегия берудің қаншалықты қажеттілігі бар деп ойлайсыздар? Осы пресс-карта туралы әңгіме басталған кезде мен өзімнің білім алған Ньюкасл университетінің оқытушыларына хабарластым, осы мәселе туралы маған нақтылап айтып беріңізші деп. Өйткені жаңағы интернеттен іздеген кезде жаңағы ұлттық журналистика одағы деген бар екен, оларда National Union of Journalists. Ол одақ бұл картаны беретіндігін көрдім, және оларда пресс-карта бар екен. Сосын бұның қандай айырмашылығы бар, оны жаңағы белгілі бір медиа ұйымдар бар ғой, жаңағы газеттер, телеарналар, солардың беретін пресс-картасынан қандай айырмашылығы бар екендігін сұрадым. Сұраған кезде оны айтады, бұны беретін жаңағы біздің журналистер одағында, мен мысалы журналистер одағына мүшемін, және менің куәлігім бар. Сол куәлік сияқты куәлікті береді екен жаңағы журналистер одағы. Және бұл жерде олардың артықшылығы не деген кезде билік орындары, мемлекет мекемелері, полиция мекемелері осы журналистер одағы беретін, немесе сол сияқты 19 мекеме беретін пресс-картаны мойындайды екен, және ол жаңағы билік орындарының аккредитацияның орнына жүреді. Ал бірақ жекелеген мекемелердің беретін пресс-картасын олар мойындамайды дейді. Біздің ойымызша бұны мемлекет бермеу керек. Тәуелсіз ұйымдар беру керек. Бірақ біздегі журналистер одағының күйін қазір біліп отырсыздар. Қазір журналистер одағы бар мен жоқтың ортасында, оның куәлігі ешкімге ештеңе білдірмейді. Бұрын журналистер одағының мүшесімін дегенді мақтанышпен айтса, қазір ол маңызды емес болып қалды да. Сондықтан шын мәнісінде егер тәуелсіз ұйымдар болатын болса, оны беретін. Және соны шын мәнісінде соның құзыреттігін арттыратын болса,
және ол аккредитацияның орнына жүретін болса, бәлкім қолдауға болатын еді. Бірақ қазіргі сәтте бізде жаңа жолдас айтып кеткендей, бұл өте бір өте қауіпті нәрсе сияқты болып тұр. Менің пікірімше. Асан, сіздің ойыңызша? Енді пресс-карт, membership карт деген бұл бізде Қазақстандағы баламасы, Есенгүл апай айтқандай, әр редакцияның өзінің қызметкері ретінде растайтын қызметтік картасы жарамды еді. Бірақ оны адвокаттар алқасына тіркелген, арнайы лицензия алған сияқты қылып сол деңгейде көтеріп журналистке контроль жасау заңды құқықтық машина әдісімен бұл өте үлкен қатер. Үкіметтік емес ұйымдар бізде бар, бірақ мемлекеттік осы кәсіби қауымдастықтың қызметін реттейтін арнайы бір ықпалды қалыптасқан жүйе болмағандықтан мұны билік соны сылтауратып өзі жүзеге асырғысы келіп отырғандай. Бірақ қайткенде де бұл тетікті, рычагты биліктің қолына беру жоғарыда айтқандай өте қауіпті сөз бостандығына, конституциядағы кепілдіктерге өте үлкен қатер төндіреді. Сондықтан қалай болғанда да бұл норманы 33-35 бап осы пресс-картаға қатысты ұсынылып отырған заң жобасынан басы бүтін түбегейлі алғызып тастау керек. Кешегі конференцияда айтып отырған мамандардың пікірі асығатын ештеңе жоқ. Президенттен уақыт сұрап отыр. Бұндай заң жобасын бірін алып тастап, бірін құрағаннан гөрі мүлде жаңа заң ұсынған дұрыс деген пікірмен қайда асығады? Менің түсінігімше, Есдәулет әріптестерімде келісу керек. Менің пікірімше бұл заң жобасының саяси астары бар. Себебі Татьяна Калиева, осыған дейінгі әділ сөз ұйымының төрайымы болған. Тамара ханым жиі көтеріп жүрді бұл мәселені, өйткені бірнеше жыл болды бақ туралы заң қаралатын туралы бастама көтеріліп айтылып жүргеніне. Сол мезет, сол аралықта қандай нұсқан ұсынады екен дегенде сұрақ болды, бірақ бұған ақпарат министрлігі ашып жауап бермеп еді. Қаңтар оқиғасынан кейінгі президент Тоқаевтың мәлімдемелерінде журналистерге, белсенділерге және инфлюенсерлерге қарсы бір сондай сарындағы ақпарат айтылды. Одан кейін наурыздағы мәлімдемесінде отандық журналистиканың миссиясын бекіткен жолдауында атап өтті. Журналистикаға отандық мемлекетшілдік миссиясын бекітіп беріп отыр сол мәлімдемесінде. Осыған қарап та бұл заң жобасын даярлауда және асығыстығында бір саяси астары бар деп есептеймін. Сондықтан да бұл жұмыс тобындағы кәсіби мамандардың, сарапшылардың ұсынған пікірінде емес, көбінесе биліктің қолайына жағатын, ертең соның қызметін үдесінен шығатын ведомствоаралық комиссияның нұсқасында дайындалғаны содан деп есептеймін. Саяси астары бар дейді. Жолдас, сіздің ойыңызша осы басқа сөз картасы, пресс карта бар ма? Иә, мысалы өткенде ақпарат министрі бұл айрықша бір статус береді, көлікті кез келген жерге қойып кетуге болады деді ғой. Мысалы бізде күнде ондай бір штаттан тыс бір қиын оқиға болып жатқан жоқ қой. Көлігімізді күнде жан-жақ қойып кете береді мысалы. Сосын ол туралы ақпарат, сол министр айтқан тура сол көлікті қойып кетуге болады деген статус мысалға заңда көрсетілмеген, ертең көлігіңізді қойып кетесіз, артынша полиция келіп сізге айыппұл жазып келе салады. Сосын ол разбор болады. Ондай проблемаларды есептеп отқан жоқ. Ал шетелдің практикасына келетін болсақ, мысалға осы Жасұлан Өмірәлиев деген сол ақпарат министрінің қызметкері осы заңға қатысқан адам батыс елдерінің практикасын үнемі алға тарта береді осындай. Мысалға Францияда пресс-картаны ішкі істер министрі, бірақ ол жерде мысалы ол Францияны біз социал демократиялық ел деп қарастыруымыз керек та. Біз Қазақстанмен түгел байланыстыруға болмайды. Сосын индексі ең жоғары елдердің бірі дүние жүзінде. Яғни ол сізге мысалға ішкі істер министрлігі сізге пресс-карта беретін. Ол атқарушы биліктің құрамында болғанменен ол түбегейлі сізді шектей алмайды.
ертең сізді бір ешқандай негізсіз пресс-картаңызбен шектеп жатса, жаза аласыз, француз болсаңыз, француз журналист болсаңыз, немесе жаңағы парламентке көтере аласыз. Тіпті ол жақта, мысалы, социал-демократ ел болғаннан кейін, ол жерде сіздің құқығыңызды жаңағы кәсіподақ қорғайды. Тура Есенгүл апай айтқандай, одақ сияқты кәсіподақ ұйымдар өте көп, және олар өте күшті. Мысалы, Германияда тура сондай пресс-картаны, сондай ұлттық кәсіподақ, және ол жерде де сондай айрықша статус беретін жайлы айтады, бірақ оны ешкім шектей алмайды. Мысалға, ол 3 болмаса оған берілмейді деген сияқты шектеулер жоқ, мысалы. Одан бөлек Скандинавия елдерін алсаңыз, ол жерлерде де пресс-карталар бар. Саяси тепе-теңдік бар да, мысалға атқарушы билік сізді шектеуге тырысып жатса, басқа биліктің тармақтары оған қарсы шығып, сөз жазылғаннан кейін сізді қолдап шыға алады. Ал бізде, мысалға, президенттік ел, бұл жерде атқарушы билікке түгел барлығы мойын бұрып отыр. Сондықтан биліктің жаңағы журналистердің жүріп тұру әрекетін, ақпарат жинауын барлығына кедергі жасау. Мысалға, бір элементарный мысал айтатын болсам, бізде азаттық шетел медиасы болып саналады ақш-та. Қазақстанда, кешірім сұраймын, мысалы, біз Қазақстанда осында жергілікті жұмыс істейтін болсақ та, шетел медиасы болып саналады да, бізге пресс-картаны сыртқы істер министрлігі береді. Сол пресс-картаңыз болмаса, мысалға, ресми жиындарға бара алмайсыз. Мысалы, мен Азатқа қашан кірдім? Қараша айында кірдім, бірақ әлі пресс-карта алған жоқ. Жиындарға бара алмаймын, парламентке бара алмаймын, ешқандай бір әрекет жасай алмаймын да, себебі сондай бір заңнамамен бекітіп қойған. Ал оны олар 2 айда беру керек, регламент бойынша, сыртқы істер министрлігі. Бірақ 2 айдан кешіксе, олар бермесе, сыртқы істер министрлігіне бір қандай да бір шара қолдана ма, ондай қарастырылмаған. Енді біз күтіп жүре беруіміз керек, мысалға. Күтіп жүрміз, мысалға, менде жоқ, мысалға, пресс-карта. Енді ойлаңыз, бұл бір бізге сондай жасалып жатқан дүние, ертең пресс-карта осы заңмен бекітетін болса, бүкіл медиаға сол енгізіледі. Сосын, мысалға, ол ақпарат министрлігі бұл жерде пресс-карта алған, алмаған болып бөлінбейді, жаңағы жиындарға бара береді деп отыр ғой. Бірақ оның оған қарама-қайшы келетін 30-шы бапта тағы бір түсіндірмесі бар. Яғни кез келген билік орган пресс-конференцияға пресс-картамен қабылдау, онсыз қабылдамау, соған қатысты шешімді өздері қабылдайды. Яғни олар қажет кезде бір белгілі бір журналист кедергі келтіретін болса, соны жаңағы пресс-картаң жоқ деген себеппен кіргізбей ақ қоя салады. Жалпы енді заңда тағы бір даулы болған тармақ, ол ақпарат құралдарының ерекше жағдайдағы қызметі туралы. Жалпы енді ол жерде де енді ерекше жағдай дегенде оның ішіне барлығын кіргізе беруге болады ғой. Ол техногендік апат болуы мүмкін, немесе бір жаппай тәртіпсіздік болуы мүмкін, қаңтар оқиғасы сияқты бір оқиға болуы мүмкін. Осындай жағдайда енді журналистер заң бойынша, осы жаңа заң бойынша құзырлы органдармен жазатын мақаласын алдын ала келісіп дегендей. Сосын барып жариялайсың. Оны бұл деген қаңтар оқиғасынан бір сабақ алудың, биліктің әрекеті ме, оны сіздер қалай бағалар едіңіз? Жоқ, бұл жерде бір нәрсені түсіну керек та. Біз дәл осы бапқа байланысты шу көтердік қой өткенде, жаңағы пресс-конференция өткізген кезде. Ерекше жағдай деген не ол? Қандай жағдай? Оның қандай жағдай екенде түсініктері жазылмаған. Одан кейін ол жаңағы біз кіммен оны ақылдасып отыруымыз керек деген сияқты. Кейін жұмыс тобының мүшелері жаңағы осы заңды дайындаған адамдармен сөйлесіп, дәл осы бапты алып тастайтындай бір келіссөзге келдік. Енді ол жаңа несі қашан болатынын мен білмеймін, бірақ сондай бір әңгіме айтылды. Ерекше жағдай деген сөзді осыдан былайғы жаңа заңның редакциясына кіргізбейміз деп олар уәде берді. Өйткені біз түсіндік, бірақ Қазақстанда анандай террористік актіге қатысып соған сілтеме береміз деді. Сондай жағдайда ғана біз жаңағы. Бірақ олар айтады, бір түсінбегенім, біз мына лидермен ақылдасуымыз керек дейді. Жазған, біз дегенде журналистерді айтып отырмын. Мамандармен ақылдасуымыз керек дейді. Сен террористік
актіні дұрыс жариялап жатсың ба жоқ па деген сияқты. Бұл да бір түрлі түсінікті жағдай сияқты, түсініксіз жағдай болып тұр да. Сондықтан бәрібір бар, менің ойымша. Жалпы бұл тармақ сол сіздер басында жұмыс тобына кірген кезде болды ма ол или кейін қосылды ма? Ерекше жағдай дегенді ол кезде біз талқылап жүрген кезде ерекше жағдай дегенді болмасын деп айттық. Бұны алып тастайық деп айттық. Айттық қой сіздерге. Біздің ұсынған ұсыныстарымыз қабылданбай жаңағы неге өтіп кеткен ғой, ведомствоаралық комиссияға. Содан кейін біз мәселе көтергеннен кейін олар енді айтып жатыр, сіздердің ұсыныстарыңызды қабылдайық. Мына жеріңізді жөндейік, мына жеріңізді жөндейік деген, яғни бір переговор сияқты, жаңа келіссөз сияқты бір недер әңгімелер айтылып басталды да. Жаңа өткенде біз Алматыда осы жұмыс тобының мүшесі дәл осы пресс-конференцияны өткізген адамдармен жаңағы Жасұлан Өмірәлі өзі келіп кездесіп, мына жерін не қылайық деген сияқты бір ұсыныстар айтып жатыр да. Сосын сол дәл осы ерекше жағдайға қатысты біз айттық, алып тастаңыз. Өйткені ертең төтенше жағдай болып жатқан кезде журналист оны жариялауды сізден сұрап отыра ма деген сияқты әңгімелерді айттық. Сонымен олар оны біз төтенше жағдайды айтпаған едік, біз жаңа террористік актіні айтқан едік, қаңтар сияқты оқиғаны айтқан едік дейді. Сосын террористік акті болатын болса, оны нақтылап неге көрсетпеген. Өйткені белгісіз, біз енді төтенше жағдайды білеміз, бірақ ерекше жағдай дегенді білмейміз ғой. Сондықтан оны нақтылап жазбадыңыздар деген сияқты біз оларға біраз өзіміздің немізді айттық. И олар айтты, онда біз оны алып тастаймыз. Білмеймін, бірақ қаншалықты ол рас, қаншалықты ертең парламентке барғанда ол қалай өзгеріспен барады, біз оны білмейміз. Жолдас, сіздің ойыңызша жаңа ерекше жағдай дегеннен жалпы осындай бір дүниелерді келісіп, журналист келісіп мақаласын жариялау керек деген қаншалықты ақылға ол ақылға сыймайтын дүние. Бұл цензураның бір түрі ғой, кәдімгідей мысалға редакцияның тәуелсіздігі деген сөз деген ұғым қалмайтын болайын деп тұр. Егер сол қосылып кететін болса, мысалға бір техногенді жағдай болсын, немесе бір мемлекетке қауіп төніп тұрса, мысалға сондай бір шұғыл жағдайда ақпарат тарату керек болса, әрине ол кезде ақпарат фейк болу коэффициенті бар. Бірақ жаңа билік сол фейк ақпараттар таратудың коэффициентін азайтамыз деп бүкіл медианың жариялайтын, дайындайтын ақпаратына кісен салмау керек те. Содан кейін практика жүзінде мысалға ойлап көріңіз, қаңтар кезінде бізде интернетті жауып тастай салды. Әйтеуір кім қалай көрді ақпаратты, соны беруге тырысты. Мысалы журналистер қай жерде қалай ақпаратқа қолжетімді бола алды, соны әйтеуір жинап беруге тырысты мысалға. Ондай кезде сіз ойлаңыз енді, тура сондай, құдай сақтасын, сондай жағдай болып қалса, сол кезде мысалға сіз белгілі бір органға жазған, жинаған ақпаратыңызды, жазған дүниеңізді беруіңіз керек. Олар оны сізге мынаны өзгерт дейме, мынаны алып таста дейме, оның жауабын күтесіз, оны жариялай аласыз, алмайсыз ба, немесе мүлдем, сонда ол жаңалықтың актуалдығы өтіп кетеді, жаңарып кетеді. Абсурд дүниеде, былайша айтқанда. Менің ойымша, ол біз тіпті кейде мысалы шұғыл ақпарат берген кезде ақылдасып кетігін қосуының өзіне қанша уақыт кетіп қалады мысалы. Оны сіз енді ойлаңыз, өзге бір басқа биліктің структурасы, одан бөлек бізде мысалы билікте не бар? Кәдімгідей бюрократия бар. Яғни ол жақта да бір адам отырып алып, мынау болады, мынау болмайды деп тез қайтара салмайды. Ол барады да ақпарат министрлігіне барып айтады. Ақпарат министрі айтады, ой, мен компетенциямда сұрақ емес, мен Ақордаға жіберейін. Ол Ақордаға жібереді, политтехнологтар тексереді. Абсурд дүние да, білмеймін оны қалай қосып отыр, және оны қалай практикада көріп отыр, білмеймін. Асан, сіздің ойыңызша? Бұл заң жобасына дәл осы норманың енуі, бұны дайындаған үкімет тарапынан әзірлеушілердің кәсібилігіне сұрақ тудырады. Өйткені мұндай норма кіру деген бұл демократиялық зайырлы мемлекеттің құндылықтарына еш қабыспайды. Сеңгүл апай айтып отырғандай, ерекше жағдай біздің түсінігімізде көбінесе төтенше жағдай тұғын. Қаңтар оқиғасынан кейін
түсінігін толықтырған түрі болар олардың, бірақ кейінгі 4 жылда редакция тапсырмасымен үнемі санкцияланбаған жиындарға барып жүрген, сол жерде ақпарат таратып жүрген тілші ретінде менің көзқарасым, осы заң жобасында көзделген бір норма бар. Қандай да бір ерекше төтенше жағдай орын алған жағдайда 3 сағаттың ішінде ресми құзыретті органдар ақпарат беріп, мәлімдеме жасау керек ресми деген. Оны мүмкіндігінше 90 минутқа қысқартып, 3 сағат емес, ол неғұрлым жедел алдын ала ақпараттар берілсе, манипулятивті, фейк ақпараттар соғұрлым жолын кесу мүмкіндігі де артады. Ол өзі жеткілікті тұғын, бірақ ерекше жағдай ақпаратты алдын ала келісіп, органдардың қарауымен, растауымен жариялауға рұқсат беру деген талап, бұл абсурд. Бәрімізге ортақ бір диагноз шығар, сол абсурд бұл норма. Жалпы енді осы минустарын айтып жатырмыз ғой осы заң жобасының. Енді сіздерге бір ұнаған, расымен осы жақсы екен, журналистерге керек, бізге қажет деген тұсы бар ма бұл заң? Бейсенбек апай. Жігіттер айтсын. Қазір мен есімді түсіріп алайын, қандай идея бар екен. Асан айтып. Асан бар ма? Тым құрғанда. Маған ұнағаны жаңа атап өттім ғой. Кез келген оқыс жағдай жөнінде, тосын жағдай жөнінде сол аумақтағы немесе республикалық маңызы болса, республикалық құзырлы мекеме ресми мәлімдеме жасау жөнінде. Оның өзі 3 сағат, мен оған талас қысқарту керек деп ойлаймын. Ал басқа ішінен мен көзқарасым бұл жерде өте бір радикал болып көрініп тұрған шығар, бірақ әйткенде де бір рационал ақылдың тезіне салып қарағанда қалай бір оң әсер алмаса. Жолдас, сіз байқадыңыз ба оң өзгеріс сізге ұнайтын? Енді ресми тезірек жауап беру деген уақытын қысқартқаны, сосын жаңағы жарияланған мақалаға қатысты егер кейбір адамдар қарсы болса оған қатысты сотқа жүгіну кезеңін жаңағы олардың жаңа тиімді тұстары бар, бірақ енді ол тиімді тұстар дегенде мысалы 1 жылдан кейін енді журналист бір өтірік ақпарат таратқан болса, өзінің жаңағы медиа этикасын ұстанбаған болса, 1 жылдан кейін ол қорғанып қалады деген де әділетсіз де. Біз әрі ол масс-медиа туралы заңға жаңағы сай жұмыс істей отырып, өзіміздің медиа этикамызды да дамытып отыруымыз керек та, соның шеңберінде жұмыс істеу керек. Бізде өтірік емес медиа шабуылдар өте көп болады. Бізде бір жақты ақпарат тарату бізде өте көп. Мысалға, ол этика, ол ішкі журналистердің өзін-өзі реттеу процесінен қалыптасады деп ойлаймын. Біз соған бәріміз үлес қосуымыз керек. Ал былай аз болса да сол оң жаңағы тәсіл сол деп ойлаймын. Ал жаңағы ресми хаттарға жауап беретіндерге келсек, ол жерде жаңағы үлкен күрделі статистикаға алсаңыз, бәрібір олар уақыт созады, үлгермейміз деп мысалға. Сосын кейбір сұрақтарыңызға жауап бермей, кейбір сұрақтарыңызға жауап беріп, жартылай жауапты қайтаратындар бар мысалға. Олардың өзін жаңа бақылайтын, оларға да бір шара қолданады. Біз ашық дерек көздер жоқ жаңағы статистиканы кейде сұраған кезде, мысалға соны толықтандырып бермеуге тырысатын тұстар болады. Мысалға соны толықтыру талап еткен кезде біз ешқандай бір заңға жүгініп талап ете алмаймыз да кейде мысалға. Сол жағынан айтуға болады, әрине 5 күнге қысқартқанына қуанамыз, бірақ ол жүзінде көп іске аспауы мүмкін менің ойымша. Жаңағы материалдың ескіруіне байланысты бұл мәселені біз тағы да талқылағанбыз, және бұл жерде мынандай әңгіме бар. Сіз біреуді ақпарат құралдарында жалған ақпарат тараттыңыз, немесе біреудің ар-намысына, іскерлік беделіне нұқсан келтірдіңіз. Бұл материал 1 жылдың ішінде
қаралады егер сотта. Егер 1 жылдың ішінде қаралмаса, онда оның мерзімі ескіріп кетуі керек. Бұл негізі жақсы недердің бірі болған, ұсыныстардың. Бірақ өкінішке қарай, менің айтуымша, жаңағы министрліктің өкілдерінің айтуынша, қай министрлік, әділет министрлігі деді ма, ішкі істер министрлігі деді ма, кім қарайды бұны? Сол министрліктің өкілдері құптамай отыр дейді. Сіздер журналистердің құқығын жаңағы ойлап, жай азаматтардың құқығын шектеп отырсыздар деген уәж айтты дейді олар. Сонымен ол бағытта өзгеріс енгізілген жоқ. Олар енді бірақ айтады, біз бұны жаңағы басқа да құзырлы мекемелер бар ғой, прокуратура бар, жаңағы ішкі істер бар, солармен келісіп, бұны 1 жыл қылуға әрекет етіп жатырмыз дейді. Бірақ ол әлі неткен жоқ, келіссөзге жеткен жоқ, әлі компромиссқа жеткен жоқ. Сондықтан бұл, егер бұл жаңағы 1 жылдың ішінде материалдың мерзімінің ескіру уақыты 1 жыл деп жазылатын болса, ол біршама жақсы болар еді деп біз өзіміз ойлап отырмыз. Бұл бірінші нәрсе. Содан кейін бір шағын ақпарат құралдарына субсидия беру мәселесі. Оның өзінде де университеттерге дейді, немесе оқу орындарына субсидия береміз дейді. Ол субсидияда жаңа балалар басылымы бар. Мысалы, соларға жазылуға. Бұл да бір жағынан бір конфликт, мен оны нақты түсіне алмай отырмын. Бірақ егер балалар басылымын дамыту мақсатында бұл субсидия берілетін болса, онда ол мүмкін балалар басылымын дамытуға біраз ықпал етуі мүмкін деген, балалар контентін оқитын адамдар азайып кетті ғой деген сияқты. Содан кейін ішкі жаңағы қосымша құн салығы деген бар. Қосымша құн салығын медиадан алып тастайық деген әңгіме көтеріліп жатыр, бірақ сіз білесіз, корпоративтік табыс қой. Қосымша құн салығы кімдерге? Бұл ірі корпорацияларға салынады. Жылдағы сіздің жылдық табысыңыз 1 миллионнан асқан жағдайда. Ал шағын ақпарат құралдарының, мысалы бізде Мінберде ондай табыс жоқ. Сондықтан бұл тағы да жаңағы ірі миллиардтап мемлекеттен не алып отырған, тендер алып отырған қатысты болатын сияқты да, жаңағы қосымша құн салығына қатысты. Бірақ жаңағы күнін әзер көріп отырған тәуелсіз ақпарат қандай да бір не береді дегенге өзім сене алмай отырмын да. Енді қатты скептик болып дегенмен де, бұл біздің ертеңгі сөз бостандығы деген, ол демократияның ең негізгі көрсеткіштерінің бірі. Егер сөз бостандығы дәл осы бүгінгідей дәрежеде бізде қалатын болса, және ақпараттық саясат, бүгінгі ақпараттық саясат өзгермейтін болса, және журналистика жаңағы 4-ші билік емес 4-ші фронттың деңгейінде қалып қоятын болса, онда біздің жаңағы Қазақстанды құрамыз деген ұрандарымыздың бәрі бекерге айланады. Сондықтан ең бірінші бір заңды, тіпті осы заң керек па деген әңгімеге де келіп тірелеміз. Жаңа жолдас айтып кетті ғой, жалпы өзіміз реттейтін кодекстер немесе жаңағындай арнайы бір редакциялық саясаттар арқылы немесе тәуелсіз ұйымдар арқылы өзіңді өзің реттейтін құжаттар қабылдаған дұрыс болар еді. Бірақ қазір қажет бізге, біздің жағдайда ол керек деген жағдайда, онда бұл заңды демократиялық талаптарға сай қабылдағанымыз дұрыс. Нәрсе айта кетсем болады ма? Мысалға, Норвегияда осы медианы қаржыландыру процесі кәдімгідей дұрыс жолға қойылған. Мысалы, ол жерде атқарушы билік сол қаржыландыруды бөлу процесіне араласпайды. Оны мысалы заң шығарушы органы белгілі бір есептерге орай жыл сайын бекітіп отырады. Сосын оған атқарушы биліктің басшысы әрине қол қояды, бірақ ол тікелей оған қанша қаржы кету керек, ол қай медиа басылымдарға кетеді, қалай жұмсалады, ол ешқандай процеске араласпайды. Ақшасыз жаңа медиа бойынша комитет жүзеге асырады. Олардың жалпы доктринасында кәдімгі жазылған нақты ақша қайда бөліну керек. Мысалға, ол сол медиа ресурстардың жыл сайынғы мемлекеттен түсетін субсидия
ол ақша өзінің медиасын жүргізуге жетіп тұрса, мысалға оларға берілмейді. Мысалы, ол жаңағы көбіне өңірдегі кішігірім жергілікті медиаларға, сосын андай инклюзивті бір кішкентай комьюнитилерге, мысалы Норвегияда мұсылмандар комьюнити бар, афроамерикалықтар бар, немесе кішкентай комьюнитилер болуы мүмкін. Мысалға солардың жергілікті өздерінің бір басылатын газеті болуы мүмкін, немесе интернет сайт. Сол редакцияны жүргізіп тұруға олар арнайы солай квотамен беріп отырады. Яғни олар ол кішкентай комьюнитиге норвег тілінде емес, жаңа өздерінің жатқаннан кейін оларға жарнама көп бармайды, табысы аз болады. Сондықтан олар жаңағы бүкіл қаржыны сол мемлекеттен алуына тура келеді. Яғни мемлекет соны түсініп қаржыландырып отыр. Ол жерде мысалға жергілікті билік, мысалға кәдімгідей ақпараттық саясатты жүргіземіз деп түрлі медиаға. Мысалы, оларда ондай сурет жоқ. Атқарушы биліктің өкілдеріне, жергілікті деңгейдегі биліктің өкілдеріне ақпараттық саясатқа деп арнайы ақша. Заң жобасында қаржыландыруға байланысты осындай норма бар. Республикалық және өңірлік комиссиялары бар. Олар мемлекеттік ақпараттық саясат бойынша ұсынымдарды қабылдайды, қанағаттандырады, тұжырым жасайды. Бірақ оның бәрінің құрамын бекітуші уәкілетті орган менен жергілікті атқарушы билік болып саналады. Енді оң қолымен әкімдіктен, ішкі саясат басқармасынан қомақты қаржы алып ақпаратты тапсырса, ол қолымен оны қалай сынасын жергілікті шенеуніктерлер? Бұл матасыз бір байлау ғой. Сондықтан қайткенде де негізі дәл осы заң жобасында жаңа Қазақстан деген феномен саяси бағдарға лайық ақпарат министрлігінің қарамағындағы 12 ірі ұйым бар. Оның 6-ы ірі ақпарат құралы. Бұл 6 ақпарат құралынан өзге нарықтағы жекеменшік саналатын ақпарат құралының барлығын мемлекеттік ақпарат тапсырыс алуы мүлде тыяма деген үміт болып еді. Яғни, мәселен, Тенгриньюс, басқа да жергілікті жекеменшік сектордағы барлық медиа бір жола мемлекеттен тендер алу ұстағанда, басында құлдырау болады, дағдарыс болар, бірақ нарыққа бейімделіп, медиа нарық басқаша өң алып, қайырлы қоғамға лайықталынатын еді. Бірақ олай емес, билік райынан қайтар емес, қаржымен өз-өзін пропагандалау, жекеменшік медиа арқылы ол нәрсені ары қарай жалғастыру. Бірақ енді бізде тендер алмайтын болса, біздегі медианың 90% жабылып қалай деп тұр ғой. Жоқ, бұл жерде осы тендерға байланысты тағы бір өзгерісті енгіземіз деп отыр. Бірақ ол биыл емес деді ғой деймін. Алдағы жақын жылдарда деді. Ол анау гранттар беру дейді. Медиаға гранттар беру. Мысалы, халықаралық қорлар бізге гранттар береді ғой. Сол сияқты гранттарды қаржыландыру. Ол кезде мүмкін ол тендердан өзгешеленетін шығар деген сияқты. Бірақ біз тағы да айттық, бұл ашық болсын, және бұны тәуелсіз ұйымдар жүзеге асырсын деген сияқты. Енді ол қаншалықты біздің жаңағы тендерға әсер етеді, оны біз білмейміз. Әзір мен оны ештеңе айта алмаймын. Жалпы енді бағадан 2025 жылға дейін кезең жүйесіне ауысу деген ол аты басқа болғанымен бәрі заты ұқсас сияқты. Ол алдында қалады деген бір күдік бар. Енді бағадан бері заң туралы айтып жатырмыз ғой, бірақ енді соңғы қарасаңыз, соңғы кездері журналистерге шабуыл жөнін жиіледі. Ол жөнінде айта алмадым. Өйткені барлығымыз журналистпіз, осы салада жүрміз. Бірін-біріміздің басымыздан өтіп жатқан дүниені, тіпті кейде бірін-бірімізге қорған, солидарность деген дүние бар ғой. Бізде мысалы үшін қазір қарасаңыз, орыс тілді журналистер, Динара Егеубаеваның машинасын өртеп кетті, баласының басына белгісіз бір тапанша төседі деген болып. Генасының авторы Барейка, Вадим Барейка, оның үйінің тіпті пәтерінің есігін желім деп кетті. Гүлжан Ерғалиеваның ел медиа редакциясын тез есін шақты. Облыс медиа
Орда kz деген сайттарға хакерлік шабуыл жасап тіпті малдың басын жіберіп жатқан кезде бұл бізге қазір қарасаңыз ақылды қабылдайтын болдық біз бұның бәрін. Жалпы соңғы кездері осы журналистерге шабуылдың жиілеуі бұл бір елдегі саяси жағдай ма, сайлаудың келе жатуы ма, жоқ әлде басқа бір дүние ма? Асан. Журналистерге шабуыл осындай бір радикал сипат ала бастады. Оқиғасынан кейін бұған Тоқаевқа қарсы реванш күштердің ықпалы болуы мүмкін деген тырнақшаның ішіндегі манипулятивті риторикамен келіспеуге шақырамын мен аудиторияны. Бұл билік, автократ билік табиғатының реакциясы деп есептеймін. Бұл жерде бір саяси элита арасында бір қарсы күрес, тойтарыс деген нәрсе бар жоғын енді саясаттанушылар сараптай жатар, бірақ менің түсінігімде онда ешқандай бір дүние жоқ. Бұл билік тарапынан болып жатқан қысым әрекеттердің жаңа деңгейі деп қабылдаймын өз басым. Және де Есдәулет өте маңызды тақырыпты қозғадың. Осындай мәселелер жөнінде біздің журналистика қауымдастығындағы әріптестеріміз ынтымақтастық таныта алмайды, бір-біріне араша бола алмайды, бір-бірін даулай алмайды. Бұған не себеп болып отқан нәрсе қайтадан қаржыландыру мәселесі. Сондықтан да жекеменшік сектор, ең болмағанда ақпарат министрлігіне қарамайтын медиа магнаттар, медиа құралдар, жекеменшік сектор мемлекеттен қаржыландыруды тоқтату керек. Сонда біздің баррикада екіге бөлінбес пе еді деген ой бар. Дәл осы оқиғада Азаттықтың 2019 жылдан бастап көріп келе жатқан журналистерінің төрт әрекеттерге ұшырап келуі, олардың барлығы не билік органдары арызға дұрыс жауап беріп, тергеу ашып соңына жеткізбейді, өздері айтқан 158-ші бапты қолданбайды, тергеу және прокуратура органдары не? Өзіміздің журналистика қауымдастығындағы әріптестеріміз ынтымақтастық танытып, араша болып, бір ауыздан билікке талап қоя алмайды, қоғам назарын аудара алмайды. Бұған бірден бір себеп сол қаржыландыру. Оның анық мысалы, кеше осы заң жобасы талқыланған кезде, электронды порталға ашық жүйесіне енгізілген кезде, комментарийді өткенде мақалада да санамалап тұрып көрсеттім. Санаулы ғана журналист пікір қалдырған, санаулы ғана ол журналистер қарап отырсаң есептеп аласың. Тәуелсіз журналист деп жүрген адамдар. Ал былайғы кеше петиция президент Тоқаевтың атына да жолданды. Онда да қол қойғандар қарап отырсаң, Хабар агенттігі, 24 kz, Қазақстан ұлттық арнасы, оның филиалдары және өзге де мемлекеттік нысандағы ақпарат құралдары менен жекеменшік секторда, бірақ мемлекеттен қомақты қаржы алатын ақпарат құралдарынан әріптестеріміз өте аз. Оның бәрі сайып келген кезде ішкі цензура дейміз, басшылықтың тыйымы дейміз, бірақ бәрін жылма-жылма қылып жүзеге асырып отырған бұл қаржыландыру. Бірақ осының ішінен азаматтық маман ретінде, азаматтық және кәсіби маман ретіндегі пікірін білдіріп, анық өзінің позициясын айтып, дер кезінде үн қаталу, ол енді бір көрсеткішке айналып қалды қазірде. Ынтымақтастыққа үгіттейміз, барлық әріптесті соған шақырамыз. Біздің қолымыздан не келеді? Есенге апай, сіздің ойыңызша не себепті журналистерге осындай қысым, шабуыл күшейді деп ойлайсыз? Енді мен нақты айта алмаймын не себептен екенін, және бұл қысымның қай жақтан келіп жатқанын да біз нақты білмейміз ғой. Өйткені құқық қорғау органдары айтады, бұны жаңағы недер жасап жатыр, бұзақылар жасап жатыр, бұл қылмыстық іс, біз қылмыстық іс қозғадық мұндай нәрселерге байланысты деген сияқты әңгімелер айтып жатқаннан кейін оның артында шын мәнісінде билік тұр ма жоқ па, мен оны нақты білмейтін болғаннан кейін бірдеңе деп нақты кесіп айту қиын. Дегенмен ең бастысы бізде өзімізде журналистік жаңағы солидарность дейміз ғой, сол өте аз. Біз бұрын енді жаңа кім Күлтегін айтып кетті ғой,
жаңағы орыс тілді журналисттер үйретілу келеді деп. Біз негізі тілге бөлінбеуіміз керек. Біз баяғыда біз журналист болып бастаған кезде жұмысымызды екі әлемге бөлінетінбіз, орыс тілді, қазақ тілді. Әлі сол қалпында келе жатырмыз. Бірінші бізде сол Қазақстанның өзінде бір тұтастық, ұлттық тұтастық бар ма деген нәрсеге келген кезде әңгіме бар. Екінші бізде қазір бұрын тілдік немізге қарай бөлінетін болсақ, енді біз қазір тәуелсіз бақ және мемлекеттік бақ деп бөлінеміз. Мемлекеттік бақ осындай кезде үндемей биліктің манипуляциясына еніп, жаңағы олардың сөзін сөйлейді, немесе жаңағы сол әңгімелерді көп таратып жібереді деген сияқты. Ал тәуелсіз бақ өзі әңгімесін айтатын, жаңағы тиын санап жүрген кезде бұндай нәрседе тағы қорқа бастайды. Ертең бізге бұл шабуыл жасалса не істейміз деген сияқты. Сондықтан ең бірінші біз мына жалпы өзінің мына мамандығының алдындағы жауапкершілігі не деген нәрсені сездіре білуіміз керек. Біз қандай жауапкершілікті арқалап жүрміз өзі? Біз шын мәнісінде журналистпіз бе, жоқ әлде біз пропаганданың өкілдеріміз бе, құралдарымыз ба деген сияқты. Біз қазір сол пропаганданың құралдарына айланып кеткеннен кейін бұндай нәрсеге қарасаңыз, Фейсбукты қарасаңыз да, басқа әлемді қарасаңыз да, тәуелсіз бақ бірдеңеге шырылдап жатыр. Өйткені ертең жейтін наннан, тағы басқасынан айырылып қалатын болғаннан кейін үндемей отырады. Бұл өте қауіпті тенденция біздің қоғамда. Бірақ енді кейде үндемей отырады, кейде қосылып, тәуелсіз бақты қосылып шабуыл жасайды дегендей ғой. Жаңа бөлінеді дегеннен. Жолдас, сіздің ойыңызша не себепті журналистерге шабуыл? Бұл жерде әртүрлі фактор болуы мүмкін, менің ойымша. Әрине, олардың ең негізгісі ол біздің қоғамда жалпы біздің қазақстандықтар өздерін былай толыққанды қауіпсіз сезінбейді. Себебі бір жағдай бола қалса, сіз полицияға жүгінсеңіз, іс қаралмай қалуы мүмкін, сотқа жүгінсеңіз, ол соңына бармай қалуы мүмкін, әсіресе ол саяси бір контекстегі оқиға болып жатса мысалға. Сондықтан жаңағыдай бұл журналистерге шабуылды әрине біз Есенгүл апай айтқандай нақты кім оның артында тұрғанын анықтай алмаймыз, оны құқық қорғау органдарының өзі анықтай алмай жатыр, немесе анықтауға тырыспай жатыр. Сондықтан оны айта алмаймыз, бірақ бұл жердегі шабуылдардың бір сондай бір арнайы бір журналистерге бір нақты көрсетіп қоюдың әрекетіне де ұқсайды ма, менің ойымша. Мысалға бір-екеуін осылай үркітіп, бір сондай бір бүгінгі күннің немесе осы айдың негізгі жаңалығын айналдырып жүрсе, адамдар не істейді? Қалған журналистер кішкене аяқ тарта бастады. Мен де осындай қиын тапқа түсіп қалмайын, өзім тыныш, өзім өмірім сүріп жүре берейін деген сияқты. Сондай нарративке мойын беріп, өзін шектеуге, өзіне цензура қоюға аяқ бастады. Мысалы, мен жеке басында өзіме таныс бір-екі журналистер бар, кәдімгідей ұлттық қауіпсіздік комитетінің мамандары келіп, белгілі бір мәселе көтерген кезде оларды жаңа қорқытып кеткен моменттер бар. Содан кейін арасында журналистикадан кетіп қалған, мәселені көтермей қойғандар болды мысалы. Яғни бұл ішінара және бұл ашық кеңістікте де және біз көріп тұрған медиа ортада да сондай бір көрсету мақсатында жасалуы мүмкін деп ойлаймын. Мысалға, Динара Егеубаеваның көлігі өртеніп кеткен кезде бүкіл жаңалықтарға тарады ғой. Оның өзінен барлық медиа таратқан жоқ, бірақ әлеуметтік желілерде ол масса көрінді. Сол кезде адамдар өзін толыққанды қауіпсіз сезінбегеннен кейін тыныш жүру керек, сын айтпай-ақ қойған дұрыс сияқты, үндемей жүре берсек, басымыз аман болады деген контекстке ауысады. Жалпы енді соңғы сұрақ деп болғанымызда біздің де уақытымыз жақындап қалыпты. Осы былтыр наурызда президент Қасым-Жомарт Тоқаев ашық ақпарат кеңістік пен сұранысқа ие ақпарат құралдарын құруға уәде берген осындай. Енді бір жыл өтті, бір айдан кейін бір жыл болады. Мемлекет басшысы өз уәдесінде тұрды ма, және ол уәдені орындау үшін қанша жыл қажет, бір жыл жеткілікті ме? Қысқа нұсқа жауап берсеңіздер. Асан. Жолдас бастасам. Жолдас. Түсінбей қалдым. Қайталап жіберсіз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев былтыр наурызда ашық ақпарат кеңістік құруға дамыған
бәсекелестігі бар ақпарат құралдарын құруға уәде берген. Осы уәдесінде тұрды ма бір жылда? Немесе ол уәдені енді ол президенттің ондай айтқан дүниесін жүзеге асыру үшін біз кәдімгідей биліктің үш тармағы бір-бірінен тәуелсіз болатын сондай демократиялық қоғам құруымыз керек те. Содан кейін біз ашық ақпараттық кеңістікті қалыптастыра аламыз. Сосын оны бірден қалыптастыру да қиын. Оған бір жылдың ішінде жете алмаймыз. Егер атқарушы билік максимум күш салып әрекет еткен өзінде бір жылда жетпеуі мүмкін. Әрине бірталай жетістікке жетуіміз мүмкін, бірақ оның өзін мен көрмедім деп ойлаймын соңғы жылда. Оның алғы шарттарын байқамады дейсіз ғой, түсінікті. Есенгүл апай, сіздің ойыңызша? Мен дәл қазір осы бүгін осыдан бір жыл бұрын жазған Фейсбуктағы немді көріп отырмын, постымды көріп отырмын, сол кезде жазыппын. Егер біз шын мәнісінде жаңа Қазақстанды құрамыз десек, онда бізге ең әуелі ақпарат саласын жаңартуымыз керек, және мемлекеттің ақпараттық саясаты деген қазіргі дүбәра саясаттан бас тартуымыз керек деп жазған екен. Ал енді мен содан бері бір талпыныстарды өзім байқаған жоқпын. Жаңағы именно осы ақпарат саласын түбегейлі өзгертіп, түбегейлі бір не жасауға деген талпыныстарды әзірге көрген жоқпын. Керісінше біз әлі пропаганданың кетегінде кетіп бара жатырмыз. Жаңа мен жолдастың айтып кеткеніне келсем, ең әуелі биліктің үш тармағы бір-бірінен тәуелсіз болу керек. Сол кезде біз төртінші билік, жаңағы бақ деген билік тұғырға қонуы мүмкін. Әзірге біз төртінші фронтпыз. Біз тек қана жаңағы билікті қорғаушылар, сол нені майданда шепті қорғаушылар жүреді ғой. Бізде сол төртінші фронтта жүрміз. Сондықтан мен білмеймін, әзірге ештеңе айта алмаймын. Ал бір жыл аз ба көп пе онда өйткені енді бізге неге қарсы болатындар айтады ғой, жаңағы Англияда немесе Францияда демократия бірнеше жылда қалыптаса қойған жоқ. Оларға ғасырлар керек. Бізде сондай жолдардан өту керек шығармыз. Білмеймін енді, нақты айта алмаймын. Асан. Мынадай жаһандану заманында француз буржуазиялық революциясы, я болмаса солай тарихи оқиғалар қажет түсінуге ұзақ көлемді хроника қажет жоқ деп ойлаймын. Мүмкіндік инструмент мол. Бұл ақпараттың арқасында азаматтардың да демократиялануына жағдайда әбден жеткілікті. Әңгіме биліктің саяси ерік жігерінде. Тоқаевтың дәл осы уәдесін бір жыл ішінде жүзеге асырмау, бұл жағынан болжау қиын шығар. Бірақ уәде үлкен болғанымен, оны жүзеге асыруда талпыныс, жігер, әрекет өте кемшін. Сондықтан бұл уәде бүгін ертең орындалады деген өз басым сеніңкіремеймін. Және де биліктің өз арасындағы тежемелі балансы, үш билікке қатысты. Оның үш биліктің үстінде және қоғамға қатысты осы төрт тармақты да ұдайы бақылап, кезінде факт-чекинг жасап, дұрыс ақпарат беру бұл журналистиканың бақтың миссиясы. Бақ төртінші емес, тіпті менің түсінігімде Ахмет Байтұрсынов сияқты сол пайыммен қарасақ, үш биліктің де үстінде ұстын болып тұруы керек. Үшеуін бір-бірінің балансын сақтап, дербестігін, тежемелілігін өзіне шығып көрсетіп, я болмаса дұрыс оң дүниені көпшілікке жеткізіп деген сияқты. Сондықтан ондай деңгейге жете қою бірден бір ол Ақорданың саяси ерік жігеріне байланысты. Басқалай мүмкін емес. Ақпарат министрі өздігінен бастамашылдығы артып, еселеніп, Ақорданың алдына түсіп, бұндай демократиялық заң жобасына ұмтыла қою екіталай. Сондықтан Тоқаевтың өз сөзіне өзі лайық болу ерік жігерінде. Рахмет, уақыт бөліп бағдарламамызға қатысқандарыңызға. Сау саламат болыңыздар. Сау болыңыз. Рахмет.